Петропавл қаласында шенеуніктің баласы жергілікті кәсіпкерді сан соқтырып кеткен. Ағымдағы жылдың қаңтар айында қаладағы мен деген мейрамханалардың бірінде дүрілдетіп тұрып тойын жасаған. 350 адам шақырылған бұл той жоғарғы деңгейде өткізілді. Бірақ әкімдік қызметкерінің баласы мейрамхана басшысымен есеп айырысуды кейінге шегеріп, кейін мүлде жоғалып кеткен. Алғашында той өткізу құнын 2,5 миллион теңгеге бағалаған кәсіпкер бұл ақшаның тек 1 миллион теңгесі ғана қолына тиген. Көрсетілген қызметтің жарты сомасы да қолына тимеген. Ол сотқа беруден басқа амалы қалмаған. Енді мамыр айында өткізілген сот шешімі бойынша шенеунік мейрамхана басшысына қарыз болып қалған 1,5 миллион теңгесін қайтару керек еді. Такие люди, тем более на такой серьезной должности, это вообще сегодня, честно сказать, позор. Тілеубай маған екінші күні хабарласып рахметін айтты. Ақша сұрағанымда қымызға су қостыңдар, тамағы ондай емес деп айта бастады. Біз өз жұмысымызды білеміз, ондай болу мүмкін емес еді. Жалпы осындай жоғарғы лауазымда бола тұра мұндай қадамға бару ұят нәрсе. Ең сорақысы бұл жағдай бойынша маған хабарласпаған, басшы болмаған шығар.